Шынымен де омырау еметін бала смес ішетін балаға қарағанда сирек ауырады ма? Бала емізетін әйелдің омырауындағы сүттің құрамы баланың қажеттілігіне байланысты өзгеріп отыратынын білеміз. Бірақ жақында өте бір күшті зерттеудің қорытындысы шықты. Оказывается, бала омырауды еміп жатқан кезде сілекей арқылы анасының ағзасына ақпарат береді екен. Мысалы, еңбектеп бастаған баланы білесіздер, ол жерде жатқан заттың барлығын аузына салады. Сол кезде баланың мына аузындағы сілекейде сол бактериялар мен вирустар болады. Сол бала барып, анасының омырауын емген кезде, ему барысында баланың сілекейі аз мөлшерде анасының омырауына өтеді екен. Оны ретроградный поток деп атайды. Сол арқылы баланың аузында қандай бактериялар мен вирустар бар, сол ақпарат анасына беріледі. Тез арада сол омырау сүтінің құрамы өзгеріп, дәл сол вирустар мен бактерияларға қарсы иммунды жасушалар бөлінеді екен. Енді көбісі ойлауы мүмкін, ол әйел сол вирустар мен бактерияларды өзі жұқтырған болуы мүмкін, өйткені білеміз, анасы көбінесе баланың қасында жүреді деп. Бірақ ол нәрсені де зерттеп тастаған екен. Егер де әйел өзі жұқтырған болса, ол иммунды жасушалардың шығуына көбірек уақыт қажет болады екен. Ал егер де ол ақпарат баланың сілекейі арқылы анасына берілген болса, тез арада иммунды жауап болып, яғни иммунды жасушалар бөлініп, бала уже келесі емген кезінде сол бағанағы вирустар мен бактерияларға қарсы иммунды факторлар уже омырау сүтінде болып, баланы қорғауға дайын болады екен.